туысқандардың өзі артқа тартып отырады. Бұл төртеусіз сен ешқандай жетістікке жете алмайсың. Бұны міндетті түрде білуің керек. Ата-бабаларымыз жерді білектің күшімен, найзаның күшімен десе, мен қазіргі заманда айтам, ол ақылдың күшімен, зейіннің күшімен өмір сүретін заман қазір. Ақыл мен зейін, осы екі ақ нәрсе. Өйткені қазіргі әлеуметтік желілерді алсаң, олардың барлығын істейтін, олар сендердің зейіндеріңді аулау. Өйткені қазіргі экономиканы қарасаңдар, бұрын былай болатын. Сен бір тауар шығарасың, егер сол тауар шығаратын заводтың иесі болсаң, сенің өмірің уже бітті. Сен өмірің біткенше кейін кайфовать етіп бересің. Болды, сен тауар шығаратын заводтың иесі. Қазір ондай емес. Мына келе жатқан заман былай. Бірінші адамның зейінін қағып алу керек. Бірінші адамның зейінін қағып алу керек. Ол бір. Екінші, ол адамның зейінін ұстап алу керек, ұстап тұру керек. Ұстап тұра ала білу керек. Үшінші, ол адамға өзіңнің ақпаратыңды сата білу керек. Ол ақпарат үш нәрседен тұрады. Сенің тауарың туралы ақпарат және оның құндылығы, сенің тауарлығыңды қалай қолдану керектігі, үшінші, сенің тауарыңды қалай сатуға болатыны. Осы ақпарат сатқаннан кейін барып, сосын барып сен тауарыңды сата аласың. Сондықтан тауар сату қазір зейіннен басталады. Өйткені қазір байқасаңдар, жастардың көбісі қазір интернеттен бәрі заказ беріп алады ғой. Бұрынғыдай біз сияқты дүкенде жүріп, бәрін шубыт етіп не ететін заман жоқ. Қазір бәрі экраннан алғаннан кейін ол бірінші зейін. Ал енді мысалы қазір егер сіздер көбісі ойлайды, особенно мына офлайн заводтың нелері, қазір мен сайт ашам, бәрі керемет болды. Мен айтмай, сайт ашқанмен оған трафик кім алып келеді? Кәдімгідей интернет маркетолог болып отырсыз. Жоқ, мен оны білмеймін ғой, мен жай өзім логикалық түрде. Жоқ, оған трафик керек. Ол трафикке әкелу үшін оған контент керек. Оны қызықтыра білу керек. Иә, қызықтыра білу керек. Оның зейін ұстап алу керек. Сондықтан зейіннен басталады бәрі. Қазір барлық экономика ол зейіннен басталады да. Зейінді ұстап алу үшін тек қана эмоциямен жұмыс істеу керек. Кез келген адамның зейінін қағып алу үшін эмоцияны сразу авария, төңкеріс, бірдеңе, бір эмоция, адамның эмоциясын шығаратын ақпарат жариялау керек. Не сурет, не текст, адамның эмоциясын туғызатын. Ол бір. Екінші, сен эмоцияны туғыздың, 100 адам өзінің зейінін аударды саған, мысалы, назарын аударды, сен парақшаңа келді. Келгеннен кейін сол 100 адамның ішінде 40 адамы хейтер болады. Міндетті түрде, ол статистика, бұлармен күресіп керек жоқ. Сен аласында 40 адамдарды банға жібересің. Өйткені ол сенің аудиторияң емес. Сен 100% адамға ұнай алмайсың, не жазсаң да, не істесең де. Ол табиғаттың заңы. Сондықтан ондай адамдармен жұмыс істемеу керек те, мүлдем ол тиімсіз. Ол адамдарда дос қылу, ол адамдардың несін көңілін табу деген сөз болмау керек. Өз аудиториямен ғана жұмыс істеуің керек. Сондықтан мына хейтерлер пайда болғанда олармен жұмыс істемеу керек мүлдем. Өйткені оларды айналдыруға тырыспау, көп энергияң кетеді, күш қуатың кетеді, эмоционалдық энергияң кетеді. Сондықтан мен айтып өткенде мәселе бұнда былай ғой, жастардан көбісі сабыры жоқ, жастар асығатта тезірек жетістікке жеткісі келеді. Ал енді мысалы жалпы мына жетістік жолындағы қандай, менен тағы бір сайын сонда да дейтін Марлана айтып беріңдерші. Окей, мен айтам, енді тез жылдам жағын айта алмаймын, бірақ жалпы мен тапқан 4 нәрсем бар. Ережем бұл жетістікке жету үшін. Бірінші ол әрекет саны. Әрекет санын көбейту керек. Неге? Өйткені мені қараңыздар, бұл өмірде кездейсоқтық деген бар. Случайность дейді ғой, кездейсоқтық. Неғұрлым адамға жақын нәрселер кездейсоқ болады. Мысалы, мен мысал келтірейін. Егер мен бір пост жазайыншы, пост жазам, ол постның жақсы, жаман болатын мен білмеймін. Қанша лайк болатын мен білмеймін. Қанша коммент болатын мен білмеймін. Солай ғой? Ол жазбастан бұрын 100% кездейсоқтық. 100% емес енді 70-80% кездейсоқтық. Білмеймін, аудиторияға ұнамайтын. Солай ғой? Кездейсоқтықпен басқару мүмкін емес. Сондықтан бұл кездейсоқтықты жеңу үшін не істеу керек?
ол үшін сен үлкен цифрлардың заңын ұпайыңа өзіңе қарай, немесе статистикалық заңдарды. Ол үшін сен күнделікті түрде пост жазып отыруың керек. Егер сен мысалы бір пост жазсаң, 100 адамның ішінде қанша адамға ұнайтынын мен білмеймін. Бірақ мен егер 100 пост жазсам, онда қанша адамға ұнайтынын мен примерно білемін. Сөйтіп статистика жинайсыңдар. Сондықтан әрекет бірінші шарты ол әрекет жасай беру керек. Әртүрлі әрекет. Әрекеттің бір қасиеті бар. Әрекет әртүрлі болу керек. Өйткені бірдей әрекет жасап, әртүрлі нәтиже күту ол жындылықтың белгісі. Енді ол ереже. Сондықтан әрекет әртүрлі болу керек. Ол бір әрекет саны. Екінші, ол өзіңнің тиімділігің. Міндетті түрде сен тиімді болмасаң, сен ешқандай жетістікке жете алмайсың. Тиімді болу ол міндет. Жаңа тиімділігіңді күн сайын өсіріп отыруың керек. Үшінші нәрсе ол қоршаған ортаң. Өйткені сен ауылда тұрып, немесе класстастарымен жүріп жоғары талпынсаң, олар сені артқа тартып отырады. Туысқандардың өзі артқа тартып отырады. Өйткені олар сенің тәуекелді алуға, мойныңа тәуекел алуға қарсы, өйткені ол сенің жақсылығыңды тілейді. Ол жамандық тілегеннен емес. Ол ойлайды, қазір бәлеге ұшырап қаласың сен. Сен ол тәуекелді басқара аласың ба, басқара алмайсың ба? Сенің біліктілігің жетіп жатыр ма, жетпей ме, ол білмейді ғой. Сондықтан олардың шаруасы неде? Ол сені қорғап қалу. Ал мына көше немесе достарың, олар әрине сенен айырылмау. Сондықтан қайтесің сен, күледі сен, не блогер болып кеткенсің бе, сен не болып кеткенсің бе, сөйтіп не. Сондықтан мына ортаны өзгерту керек. Ол үшінші. Төртінші ол сәттілік. Адамға сәт түссе, не адамның бағы түссе, қазақтар айтады ғой, түйедей, не дейді, талантын бергенше, талап бергенше, бармақтай бақ бер дейді. Бармақтай бақ бер деген сол ғой. Сондықтан бақ болу керек. Ал енді бақтың өзінің екі түрі бар. Біреуі тап-таза кездейсоқ бақ. Ол әр адамға әртүрлі беріледі, оны ешкім білмейді, ол бір Алланың өзінің несі. Ал екінші ол заңдылық бақ деймін, немесе статистикалық заңды қолданғанда, бәрібір бір жерге ұра берсең, бәрібір артында сен сәтті нелерді табасың. Ана Джеки Чан айтты ғой, великим стать несложно дейді, надо заниматься долго одним делом дейді. Сол сияқты ғой, сондықтан ол жетістікке жету, мен өзім шығарған 4 ережем бар, бірақ айтып отырмын ғой, бұл жерде бұл менің ережелерім, бірақ енді бұл 4-еусіз сен ешқандай жетістікке жете алмайсың. Бұны міндетті түрде білуің керек. Ал енді бұл жерде жетістікке жету адам мына салмақ тастаумен бірдей ғой. Адамдардың бәрі мына салмақ тастау ережелерін дейді интернетте, бірақ салмақ тастау ережелері опанға ашық қой, бәрі біледі ғой. Бірақ ешкім онымен айналысқысы келмейді, өйткені ол тез емес, жылдам емес, және ол қиын. Бәрінің іздейтіні жеңіл түрі және тез, жылдам түрі. Сол сияқты ғой. Әр нәрсенің, жалпы мен байқаған, бұл өмірде әр нәрсенің өзінің уақыты бар. Сен қанша асықтырсаң да ештеңе пайда болмайды. Мысалы, Уоррен Баффеттің жақсы сөзі бар, сен 9 ай алсаң да бір айдың ішінде бала таба алмайсың деп. Бәрібір 9 ай керек. Сол сияқты ғой, по-любому әр нәрсеге сен өзінің мына ой өрісің жетуің керек, психологияң жетуің керек, сенің инфраструктура, инфрақұрылымың жету керек, сана сезімің жету керек, сенің командаң жетуің керек. Өйткені мысалы айтпақшы мына жетістікке жетудің тағы бір несі 5-ші ережесі ол міндетті түрде команда болу. Өйткені жалғыз адам ешқашан үлкен жетістікке жете алмайды. Ешқашан бұл міндет. Команда болу ол міндет. Jamendo.com